Әйелдерге арналған хадис. Әйел қабырғадан жаратылған. Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Расында, әйел адам қабырғадан жаратылды. Ал қабырғаның қисықтау жері үстіңгі жағы. Егер оны түзеймін десең, сындырып аласың. Ал егер сол күйі тастап қойсаң, сол қисық күйінде қалады. Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар делінген осы хадисте. Қадірменді тыңдармандарым, бүгін сіздерге әйелдерге арналған әйел қабырғадан жаратылған атты хадисті ашықтайтын боламын. Ал сіздер каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарман болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Ғалымдар хадисте айтылған әйел кісі Хауа анамыз деген. Ал Хауа анамыздан кейінгі әйелдер судан жаралған. Құранда бұл ақиқат былайша баяндалады. Алла жер басып жүретін әрбір тіршілік иесін судан жаратты. Олардың кейбіреуі бауырмен жорғалап жүреді. Кейбіреуі екі аяғынан тік тұрып жүреді. Енді біреулері төрт аяқтап жүреді. Алла қалағанын жаратады. Шүбәсіз, Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Тәпсір ғалымдарының айтуынша, Хауа анамыз адам атаның қабырғасынан жаралған. Құранда Алла тағала: «Уа адамдар, бәріңді бір жаннан бір кісіден жаратқан һәм одан жұбын жаратып, ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдерді өрбітіп, жер бетіне таратқан Раббыларыңа қарсы келуден сақтаныңдар» деп баяндайды. Аяттың түсіндірмесі Ибн Касир «одан жұбын жаратып» деген аяттың тәпсірінде бұл Хауа анамыз. Алла тағала Хауа ананы адам ата ұйқыда болған кезінде оның сол жақ қабырғасынан жаратты. Адам ата оянған кезінде Хауа анамызды көріп қатты таңғалады. Екеуі өзара бауыр басып, бірін-бірі ұнатып қалған еді дейді. Бұған дәлел Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің жоғарыда айтылған хадисі. Бәріңді бір жаннан бір кісіден жаратқан деген аяттың мақсаты адам ата. Ал бір жаннан бір кісіден деген аяттағы мақсат дене және рух. Денеге дене бөлшектері жатса, рухқа адамның рухани болмысы мен ақыл ойы жатады. Адам баласының жаратылыс негізінің бір болуы отбасылық өмірдің сүйіспеншілік пен махаббатқа, мейірім мен өзара жанашырлық сезіміне толы болғанын талап етеді. Осыған қатысты мынадай бір дерек келтіріледі. Хауа анамыздың адам атаның қабырғасынан ол ұйықтап жатқан кезде жаратылуындағы хикмет: ер кісі қиналғанды қаламайды, яғни қиналу себепті жақсы көруді қаламайды. Егер Хауа анамыз адам атаның қабырғасынан оның ояу кезінде жаратылған болса, бәлкім адам ата Хауа анамызды жақсы көрудің орнына жек көріп қалар еді. Ал әйел адам керісінше қиналу себепті жақсы көріп, мейірімі оянады. Мысалы, әйел адам дүниеге бала әкелу барысында жанын шүберекке түйіп, өмір мен өлім арасында арпалысумен болады. Сөйте тұра, өзінен туған балаға пенде баласынан ешкім көрсетпеген мейірім танытады. Бар ғұмырын баласының игілігіне арнайды. Әйел кісінің сол жақ үстіңгі, яғни жүрекке жақын орналасқан қисық қабырғадан жаратылуындағы хикмет: жүрек тұсындағы қисық қабырға жүректің қорғаны іспеттес. Яғни, әйел адам жүректегі сезім мен махаббаттың қорғаушысы. Жүрекке жақын орналасқаны себепті сондай нәзік, мейірімді әрі ер кісінің үнемі іздеп, сағынып тұратын адамы.
Ер адамның негізі топырақ болғаны себепті жер бетіндегі құрылыс, егін шаруашылығы, тағда басқа ауыр кәсіптің түрлеріне бейім келеді. Дұрысын Алла біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің жоғарыда айтылған хадисінен әйел кісінің жаратылысымен қоса онымен қалай қарым-қатынас жасалу керектігін де үйренеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм әйелді күш қолдану арқылы емес, керісінше оған қамқорлық танытып, мейірім көрсету арқылы дұрыстауға болатынын білдіруде. Хадистегі әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деген сөзін ғалымдар бір-біріне әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болуды өсиет етіңдер және өздеріңнен де сол нәрсені талап етіп, жауаптылықпен қараңдар. Әйелдің тарапынан болатын қиындыққа да сабырлық танытыңдар. Тура жолдан ауытқымауы үшін жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю арқылы ізгілікті насихаттаңдар деп түсіндіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм өзінің қоштасу құтпасында: «Уа адамдар, әйелдердің ақысын аяқ асты етпеңдер, Алладан қорқыңдар. Әйелдеріңді Алланың аманаты ретінде әрі нәзік жаратылыс иесінің ар-намысын қорғауға Алла атымен сөз беріп, адал жар ретінде алдыңдар» деген өсиет қалдырды. Хадистегі егер оны түзеймін десең, сындырып аласың, ал егер сол күйі тастап қойсаң, сол қисық күйінде қалады. Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деген сөзін ғалымдар былай түсіндіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм хадисін әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар сөзімен бастағаны секілді аяқтағанда да осы сөзбен аяқтады. Осы сөзі арқылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бізге әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болудың қаншалықты маңызды екенін көрсетуде. Сондай-ақ әйел кісінің табиғатын немесе мінезін дұрыстап, оны өзгерту, өз шегінен шықпау керектігі және әйелді сол күйі тастап қоюға да болмайтыны айтылуда. Яғни, әйел кісіні жөнге салуда шектен шығуға да, жөнге салмай сол күйі тастап қоюға да болмайды. Өйткен жағдайда сындырып аласыз. Қабырғаның сынуын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм басқа бір хадисінде талақ, яғни ажырасу деп түсіндірген. Ал ажырасу рұқсат етілген істердің ішіндегі Аллаға ең ұнамсызы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм рұқсат етілгендер арасында Аллаға ең ұнамсызы талақ, яғни ажырасу деген. Бұл жерде ең дұрысы орта жолды ұстану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм басқа бір хадисінде иман тұрғысынан мүміндердің ең кәмілі, мінез құлқы ең жақсы болғандар. Ең жақсыларың әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болғандарың деген. Хадистегі ал қабырғаның қисықтау жері үстіңгі жағы сөзін ғалымдар қабырғаның атқаратын ең маңызды функциясының бірі жүректі айнала қоршап, оған қорған болу дейді. Дәл сол секілді әйел адам да денедегі қабырға секілді. Күйеуі мен бала шағасына бас көз болып, оларға мейірім танытады. Әйел кісі күйеуін жаман көзден сақтаған секілді, күйеуін жаман ойға барудан және жаман нәрсеге қараудан сақтағаны абзал. Әйелдің күйеуін жаман көзден сақтауы, әйелдер көп жүретін орталардан сақтандыруы. Күйеуіне діни және әлеуметтік тұрғыдан көмек көрсетіп, үнемі демеп отырса, нұр үстінен нұр. Бала шағасының саналы да салиқалы ұрпақ болып өсуі үшін бар күш-жігерін жұмсауы тиіс. Әйелдің күйеуіне құрмет көрсетуі. Егер біреудің біреуге сәжде етуін бұйырар болсам, әйелдің еріне сәжде етуін бұйырар едім дейді.
хадисте. Ең әуелі мына нәрсені ескерген жөн. Сәжде тек Аллаға ғана жасалады. Хадисте айтылған сәжде астарлы мағынада, яғни әйелдің күйеуіне бойұсынып, оған құрмет көрсетуі керектігін білдіретін мақсатта айтылып отыр. Сапардан келе салып, өзіне сәжде еткен сахабадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям сұрайды: егер менің қабірімнің басына келгеніңде дәл осылай сәжде жасар медің? Деп сұрайды. Сахаба: жоқ, сәжде жасамас едім деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям: ендеше бұдан бұлай мұндай әрекетке барма деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям осы сөзі арқылы ешбір пенденің сәжде жасалуға лайық емес екенін, сәжде жасалуға лайық тек хай, мәңгі тірі, қайюм, еш нәрсеге арқа сүйемей, күллі болмысты бір өзі тіреп меңгеріп тұрушы Алла тағала екенін баяндауда. Хадиске оралатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям бұл хадисті мына оқиғадан соң айтқаны жайында риуаяттар бар. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху Шамнан немесе Йеменнен Мәдинаға оралған соң, басқа бір риуаятта Қайс ибн Сағид Хирадан Мәдинаға оралған уақытта деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямға сәжде жасауды қалайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям мұның мәнісін сұрағанда, Муаз ибн Джабал христиандардың патша мен қолбасшыға сәжде жасайтынын көрдім. Сіз сәжде жасалуға олардан әлде қайда лайығырақсыз. Сол себепті де сізге сәжде жасауды қаладым деп жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям сонда Муазға бұл әрекетінің дұрыс емес екенін түсіндіріп, жоғарыдағы хадисті айтады. Бұл хадистен шығатын мағына, әйел кісі шариғатқа қайшы келмейтін істе барынша күйеуіне бойұсынып, құрмет көрсетуі тиіс. Адам қоғам болып өмір сүруге бейім, ал қоғам болса өз кезегінде белгілі бір жүйеге, тәртіпке мұқтаж. Ал енді сол қоғамның бір бөлшегін құрайтын отбасылық өмірде өзіндік тәртіп пен жүйені қажет етеді. Әйел кісінің күйеуін құрметтеп, оған бойұсынуы ерлі зайыптылардың тату-тәтті өмір сүріп, салиқалы ұрпақ жетілдіруіне себепші болады. Шаңырақ шайқалмауының алдын алады. Белгілі бір тәртіпке, арнайы жүйеге негізделмеген қоғамның немесе отбасының көп ұзамай құты қашары бесенеден белгілі. Ер кісіге де ескере кететін жайт, хадистің түпкі мағынасын зерттеп зерделеместен тікелей қабылдап, яғни сыртқы мағынасына ғана тоқталып, хадистің кімге, не үшін, не себепті, қай уақытта қашан айтылғанын қаперге де алмай, әйелімізге күң ретінде қарым-қатынас жасап, қалаған нәрсеміздің бәрін орындауын талап ету орынсыз һәм дұрыс емес. Әйел еріне шариғат бұйырған істердің шеңберінде бойұсынуға міндетті. Шариғат тыйым салған, Аллаға ұнамайтын істерде әйел кісі күйеуіне бағынуға міндетті емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям көптеген хадистерінде ер адамды әйелімен жақсы қарым-қатынаста болуға шақырады. Бір хадисінде иман тұрғысынан мүміндердің ең кәмілі, мінез құлқы ең жақсы болғандар. Ең жақсыларың әйелдерімен жақсы қарым-қатынаста болғандарың деген. Алла тағала баршамызды тура жолдан тайдырмай, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Амин. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, және достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.